деген қыста енді 3 ай бойы 3 ай қыста шуба кимесін деп норка жағалы курткасы. Мынау енді алмастырып киесін деп теде шуба. Мынау енді көктемде киетін плащ дейді ғой, енді қазіргі трендтегі тренч. Иә, тренч. Күн жылыда киетін тренчтар. Мынау деген күн жылыда қысқа курткасы киетін, көшеге шыққанда күйеу баламен киіп жүретін курткасы. Мынау енді күйеу баламызға алып келген курткамыз жағасы алынып салынады. Спортивкамен де, классикамен де кие беретін норка жағалы курткасы. Мынау енді қазақ киімдері барлығын бірімізде сақтаудағы Шырғалым атты брендтен жасатқан болатынбыз. Жас келіншек болса да қолына балтанған. Осындай міне тойға қыста киетін жарағайы. Міне Шырғалым атты бренді. Мынау деген двойка, ішіне бешпеті, ішінде кәжекей, сыртына бешпет орамалымен толсын. Мынау да сол Шырғалым атты брендтен юбкасы мен жакеті орамалымен. Мынау деген жакетсіз, қазір модадағы трендтегі тек ремеймен киетін, шай құйға киетін қазақ көйлегі. Мынау үкілі орамалымен, жакетімен ақ көйлегі тойға киіп барады. Мынау шай құйға киетін көйлегі орамалымен шай құйға киетін. Мынау да шай құйға көйлек киетін көйлегінің бірі, жакетімен бірге орамалымен. Мынау енді қазір тойға дейін өзі күйеу баламен тойға барғанда киетін пиджак пен шалбары. Қазір көп көйлек кимейді ғой, қазір заманға сай. Сол міне ішіндегі шалбарымен жакеті, пиджагы деген. Күн жел болған күндер. Мынау енді көйлек тойға киетін көйлегі. Мынау енді көшеге шыққанда киіп шығатын пиджагы, жұмысқа барғанда. Мынау енді күйеу баламызбен көшеге шыққанда, прогулка жасағанда киетін спортивкасы. Стадионға ба? Біреу жүргенде киетін бар ма? Мынау да юбкамен кофтасы. Мынау шай құйғанда киетін көйлегі, орамалы. Енесімен шай құйғанда киетін көйлегі. Қызметке барғанда. Мынау да матчтың көйлегі, шай құйға киген. Мынау да шай құятын тағы бір көйлегі. Мынау да жазда ертеңгі күн ысыда киетін шай құюға көйлегі орамалмен бірге. Қымыз көйлек болды. Мынау енді үйге киетін көйлегі орамалмен. Мынау қысқы халаты, енді қыста күн жылыда киетін халаты. Мынау да міне күн жылыда киетін халаты орамалмен бірге. Осы міне тағы да қалың халаты. Мынау енді жазғы күні киетін халатымен орамалы. Мынау енді жатарда киетін әжемізді жатарда киетін пижамның сыртына киетін пижамның.